Армысың асылдым. Құдайға шүкір, дүйсенбі басталды. Міне кеш батып жатыр. Бірақ осы алдағы аптамыз қалай өтеді? Bir қарап жіберейік. Қарап берші, өмірде жаңағыдай ағырым шығып кетті, жеке не болады десеңіздер, номер қалдырып кетемін, хабарласыңыздар. Фал ашып беремін. Так, не болады бұл апта? Не қалай болады өзі? Қандай күш қуатта. Көп енді апта басталды, көбі шаршап жүр. Ыстық. Бір жерде енді арқа жақта енді салқын болса, біз жақта оңтүстікте енді салқындау, ыстықтау. Білмеймін, қазір бізде ауа райы өзгеріп тұр. Шаршап жүр көбі. Аптаның ортасында керемет сәрсенбі, бейсенбі керемет жұмыстарын жүреді. Бүгін 1-2 күннен сондай шаршаңқы көңіл күйде болсаңыздар, сәрсенбі, бейсенбі күшті керемет боласыздар. Жұма, сенбі, жексенбіге қарағанда үлкен өзгерістер күтіп тұр. Негізі апта өзі өзгеріске толы апта. Жабық жолдарыңыз, жабық не істерлеріңізді білмей жүрген адамдарға сүйінші, жолдарыңыз ашылады, қандай да бір сұрақтарыңызға жауап келеді. Не істеймін, не қылам десеңіздер, бір өзі жолы табылады. Сәл уақыт қана сабыр сақтаңыздар. Сезімге толы адамдар болса, мен бүйтіп жауап қояйын. Махаббаттарыңыз енді жаңағыдай хабарласа ма, хабарласпай ма, мен керекпін ба, жоқ па дегендер әйтеуір шешіледі жолы. Керек жақсы көретін адам өзі хабарласады. Керек емессіз бе, болды жібере салыңыз. Өзіңіз жақсы көріп өліп баратсаңыз, өзіңіз хабарласып, өзіңіз бір несін біліңіз. Я, жоқ, керекпін ба, жоқ па, ары қарай жүреміз ба, жоқ па деген сияқты. Енді бұл сезім ғашықтарға байланысты. Жұмысымен, жұмыс не істеймін, не қылам дейтіндер жол жүресіздер, жақсы жол барып, жақсы жолда аман есен барып келесіздер. Тағы не дейді? Қарызын аламай жүргендер қарыздарын береді, қарыздарын өте алмай жүргендер қарыздарын өтейді. Ақшалы боласыздар, аванстарын аласыздар, аламай жүргендер айлықтарын аламай кешігіп жатса айлықтарын аласыздар. Өзі бүгін несі? Қаншасы бүгін? 10-нан аса енді көп айлықтарын алып жатқан шығар. Жақсылыққа жұмсаңыздар, алғандарыңыз ас болсын. Жақсы жаңалыққа толы аман есен болып тұрыңыздар.